табиғатымыз қандай тамаша, немерелеріміз қасымызда жүр. Бақыт деген осы шығар. Ата, бақыт деген не? Бақыт дегеннің не екенін жүріңдер, дастархан басына барып айтайық. Ал жүріңдер немерелерің, жүр аталарың сендерге қазір айтып береді. Келіңіздер, шайға келіңіздер, шай ішейік. Көп жаса айналайын, өркенің өссін, бақытты бол. Балам, атаңның қолынан су құйып жеп. Көп жаса бақытты бол балам, үлкен жігіт бол. Ал балаларым, бақыт аспанда да емес, алыста да емес. Ол жанұяда, жүректегі махаббатта. Қадірлей білейік отбасымызды. Бақыттың нағыз ордабасы ол отбасында. Бақыт жайлы таусылмайды әңгіме. Бақыт жайлы толастамас талас. Біреу бақыт ішкі үйлесім сезімдер, біреу үшін бақыт деген тәтті елес. Біреулерге бақыт деген сүйген жар, біреулерге ұл мен қыз бауырлар. Ал біреулер үшін бақыт деген ата-ананың саулығы, мүгедекке бақыт деген мүшелер. Я анашым, бақыт деген сенің арман қуғаның, сол арманға жетіп қарап тұрғаның. Бақыт деген білімдерді меңгеріп, сол білімді ойға тоқып алған. Бақыт деген шаттанғаның күлгенің, бақыт деген аман есен жүргенің, бақыт деген кей кездері ыза боп, сол ызаға ақылменен жеңген. Я отағасы, ата-анаңның болғандығы бір бақыт, достарыңның болғандығы бір бақыт. Қолдап жүрер, қорғап жүрер әрқашан, бауырлардың болғандығы бір бақыт. Бақыт деген амандығы басыңның, бақыт деген ұзақтығы жасыңның, бақыт деген баянды ғұмыр кешкенің, бақыт деген күліп жүрген уақытың. Алақай, мен бақытты екенмін ғой ата. Менің анам қасында, менің әкем қасында, менің бауырым қасында, менің ата-әжем қасында, менің отбасым қасында. Мен бақытты баламын. Раббым Алла ниеттерің ақсын, пейілдерің кең болсын, үйлеріңіз бақытсын.